сәлем, бұл жас топ жобасы. Менің атым Алена және Ассалаумағалейкум, Жасұлан Next Fight. Және де сіздермен бірге мен Қызыр Жігер. және тағы да бір қатысушымыз бар. Аты кім еді? Герман Экей Сабина ма или керісінше боламын? Короче, Сабина Экей Герман. Сабинаның орнында бүгін. Сабина. Көп сөйлемейтін секілді бүгін Бірақ жаңағы әдемілігі де жетпейтін мүлдем сол біздің Сабинамызға. жеткілікті пазл болып бүйтіп құрастырылып тұр ғой. Үстіне киім кигізіп қоймадым барады. Тон қалар мүмкін. Тонбайды, ол уже қанша уақыттан бері мына жақта тұр. Үйреніскен. Сонымен, неден бастаймыз? Өткен аптада UFC 326 өтті, Лас-Вегас қаласында. Кішкене сол туралы былай қарадың ба өзің? Жоқ. Сен кешігуден қолың тимейді? Бәсе, мойындайды өзі. Жарты сағатқа кешігіп келген адам. UFC Автоздан қарамаған түсқанмын. сосын. Автоздан түсқанмын просто. Үш остановка жүгіріп келдім. Қазір телеп отырмын кішкене. Көрсетейін бе? Жоқ, рахмет. Сонымен, Чарльз Оливейра және Макс Холлоуэй. Реванш. Басты жекпе-жек. Бұған дейінгі енді Дияр Нұрғожайды айту керек деп ойлаймын. Мен үстінен Біздің астыға қазақ кетейін деген. Мейлі? Жақсы. Холлоуэйдан бастай берейік болмаса. Мейлі? Бас жекпе-жек. Холлоуэй Оливейра. Енді бұл жерде көбінің көңілінен шыққан жоқ деп ойлаймын бұл жекпе-жек. Барлығы тік тұрып төбелеседі, немесе Макс Холлоуэй жеңеді деп. Мен де өз басым Макс Холлоуэй жеңетін шығар деп ойладым. Бәрі сөйтіп ойлаған. Күресіне төтеп беріп, стойкіде нокаут болмаса да төрешілер шешіммен Холлоуэй жеңетін шығар деп. Бірақ өкінішке орай Оливейра 20 минут контрольмен Партерде, 5 раунд толықты 5-0 есебімен 50-45 5 раундтың барлығы. Солай жеңіске жетті Оливейра. Сен үшін бұл жекпе-жек қызықты болды ма? Негізі БМФ емес, бұлай бөлек алатын болса қызықты болуы мүмкін еді. Бірақ енді БМФ-тік жаңа ассоциация дейді ғой. Барлығы қанды жекпе-жек, нокауттар, барлығы тік тұрып төгілісіп, бұрын соңды жаңа бір кішігірім өзінің тарихы жазылғаннан кейін бұл жаңа күрескендіктен барлығының бір көңілінен шыққан жоқ та, менің де көңілімнен шыққан жоқ. Бұл жерде матчмейкерлердің қателігі деп ойлаймын. Осы туралы сұрайын дегенмін, сен бағана жаңағы нені камераны қоспастан бұрын осыны айттың ғой. UFC-дің тарапынан матчмейкерлердің қателігі деп ойлаймын. Себебі Макс Холлоуэйға қарсы бір түк тұрып төгілісетін жауынгер беру керек еді бұл жерде. Оливейра да бұл ақымақ емес, шығып Макс Холлоуэйға қарсы түк тұрып төгілісетін. Өзінің нақты геймпланмен шықты, оның тарапынан тек жеңіс қажет болды. Себебі өзінің отбасы келіп қарап жатқан кезде ол жеңілуге болмайды да бұл жерде. БМФ титулы бұл жерде болғандықтан сол үшін бір қызықсыз болды. Негізі БМФ титулы емес, бұлай тек басты жекпе-жек болса, ондай көрермендердің статусы басқаша болса дейсің. Статусы басқаша болған жағдайда бұл жеңісті бәрі бір қабылдай білетін еді. Ал БМФ болғандықтан жеңіс жаңағы нокаут, бұлай қысқаша айтқанда нокаутпен қанды жекпе-жек күтті ғой бұл жерде. Көрермендер де, мен де. Содан қаншама приколдар шығып кетті ғой. Максқа обал болды. Сосын Макс маған стойкада төбелесетін біреуді беріңдерші деген неше түрлі шығарды ғой. Еркебұлан Тоқтардың сөздерін. Негізі енді дәл солай айтатындай орны бар ол жерде. Жаңағындай сол БМФ ең аудармасын айтқанда енді ең жесткий дегенде. Бұл жерде жесткий емес, бір тактикалық тұрғыдан ақылды Оливейраның тарапынан жекпе-жек болды. Жаңағы жанкүйерлер жазып жатыр ғой, ең дисциплинированный ма, дисциплинированный, яки кезде орысша я қазақша сөйлесе алмай қалатын жағдайым бар. Соған дисциплина жағынан өте мықты жекпе-жек болды деп. Өте тәртіпті, прям жақсы тактикамен келген деп. Енді бұрын соңды бұлай тактикалық тұрғыдан жекпе-жек көрсетпеген. Оливейрада кураж дейді ғой. Жекпе-жектің куражына кіріп, ол да түк тұрып төгілсетін кездері болады, соққы өткізіп алады, содан жеңіліп қалып жатады. Барлығы да солай ойлады да бұл жерде. Макспен 1-2 тейкдаунға әрекет жасау мүмкін. Ол шықпағаннан кейін ары қарай қызып, қанның дәмін сезіп, түк тұрып төгілсетін шығар деп. Бірақ өзінің нақты бір командасымен жақсы геймплан құрып, соны ұстанып шықты да бұл жерде. Бұл жерде Оливейрада тек 5 раунд төгілсем деген жоқ, ол сабмишнге бірнеше рет әрекет жасады. Ал Макс Холлоуэй да өзінің бір тәжірибесін көрсетіп, барлығынан шығып кетті. Қаншама жерден жаңағы қылғындыру әдісі де болды, ауырту әдісіне де әрекеттер болды, бірақ барлығынан шыдап шығып кетті.
кейбір сәттерде не болды, бұл жерде Макс беріледі, соғады, жекпе-жек аяқталады деп ойладық, бірақ соның өзінде де бір чемпиондық мінезді көрсетіп барлығын шатап тастады бұл жерде. Енді алдағы уақытта да енді Макс Холлоуэйға қарсы егер көрермендер де UFC-де бір қызықты жекпе-жек көргісі келетін болса, тік тұрып төгілісетін жауынгер беру керек деп ойлаймын. Себебі уже әлсіз тұстарын біліп алды да бұл жерде. Бір жақсы күресетін жауынгер болса, ешқандай соққы жасамай Макспен күресіп тастауы мүмкін бұл жерде. Сценарий қайталанады дейсің ғой. Иә. Сен жалпы не дейсің? Мен ештеңе айтпаймын, көрмедім вообще. Қараған жоқсың ба? Жоқ вообще. Жалпы енді өз жекпе-жек басында қалай болады деп ойладың сен? Кімге жанкүйер болдың? Мен Максқа болдым, өйткені соңғы бойларын уже екеуін ба нокаутпен аяқтады, если шатаспаса. Гейджиді 4 секунд қалғанда нокаутпен құлатқан. Жоқ, 1 секунд қалғанда құлатты, ал Дастин Порие 5 раунд бойы тік тұрып төгіліскен, соққының барлығын ұрып. Екі бойына мен ойладым, өзі Макс тұтады депші. Бірақ Оливейра ол Бразилиянікі, иә, жазып ол Бразилия елінен. Ал Бразилияда бізде бәрі БЖЖ грэперлер ғой. Ауырту тәсілінен сондайға көп жұмыс жасайды олар. Уже қолдары несе қалды. Үйреніп қалған икемі ке қалын. Ал бізде қазақтарда ондай жаққа түрген тартып екінші раундта өшіп қаласың ғой кішкене. Несі бәрі соны күтті Оливейрадан. Бірақ Макс тұтады деп ойладым менше. Бір 3-ші раундта или 4-ші раундтың басында примерно нокаутпен аяқтайды шығар депші. Өйткені Оливейраның бұрынғы ойларын қарағым. Әшейін тычка тиіп кетсе уже болды. Нокдаунға кетіп қала береді. Құлап қалады, сонымен ұтылып қалады, короче. Кездейсоқ соққылар өткізіп, керек емес соққыларды. Ыңғайсыз соққылар. Холлоуэйдің да соңғы 3 па 4 қарсыласын барлығы тік тұрып төгілісетін жауынгерлер болды бұл жағынан да. Стилистикалық тұрғыдан да Оливейра ыңғайсыз болды деп ойлаймын. Себебі бұған дейін Дастин Порие тік тұрып төгіліседі, Джастин Гейджи тік тұрып төгіліседі, Илья Топурия ол да күреспейді, тік тұрып төгіліседі. Енді оның алдында кім болғанын мен ұмытып қалып отырмын, бірақ осы Оливейра секілді күресі жоғары деңгейдегі қарсыласпен Холлоуэй жекпе-жек өткізген жоқ. Сол себепті деп ойлаймын. Келесі бойларын қабылдамау керек секілді. Сондай позицияны. Өйткені Макстың абыройын түсіріп тастайды секілді. Макс енді қайтадан көтеріліп келатты да, тік тұрып айқасуда номер 1 деген дейші. Бірақ қайтадан Оливейра келіп түсіріп жатыр. Жоқ, бойға, бірақ по-любому келесі бойларында тік тұрып төгілісетін адам қалай айтса болады? Енді осы тарапынан айтатын болсақ, таза зрительдерге де қызық болады да. Бұл жерде енді екі мықты кездесті. Кімнің геймпланы, кімнің жоспары кто навязал игру дегендей. Солай Оливейра жеңіске жетті. Жауынгерлерге деппін ғой, кімдерге, жанкүйерлерге қызық емес болуы мүмкін, өйткені бәрі стойкада күткен, қанды тартысты бір жекпе-жек болады деп, бірақ уақыттың басым көпшілігі неде жатты, партерде жатты. Енді партер, несі жаңағы сен айтып отқандай жоспары. Бұл жерде кінә тек Оливейра тарапынан да емес, Холлоуэйдің де тарапынан өз шығу керек кінәсі бар. Себебі жаңағы тейкдауннан қорғанысын жақсы дайындап келсе, өзінің жоспарымен жұмыс жасауға болатын еді, тік төгілісуге болатын еді. Енді Оливейра енді мықтыны мықты деу керек, жеңіске жетті. Алдағы уақытта енді Оливейраға қарсы Арман Царукян жекпе-жек өткізгім келеді, осы БМФ белбеуіне деп өзінің бір ұсынысын білдіртіп жатыр. Бірақ Оливейраға білмеймін, бұл жерде өзі чемпиондық белбеуге шығуға әрекет жасайтын шығар бұл жерде. Себебі Оливейраға Царукянмен бұл жекпе-жек неге қызық болуы мүмкін? Себебі бірінші жекпе-жектерінде Царукян жеңіске жетті. Және Оливейраның тарапынан да 1-2 сабмишн жасап жеңіске жетуге сәл қалған бір сәттер болған. Сол үшін Оливейра қызық болуы мүмкін. Есесін алу үшін ғана ма? Есесін алу үшін, Бірақ қазіргі таңда Арман Царукянға UFC ешқандай жекпе-жектер беріп жатқан жоқ. Сол алдағы уақытта Дана оған риза емес сияқты, Бірақ UFC-де бұл өзінің бір тактикалық тұрғыдан бір жоспары бар сияқты Арман Царукянға. Себебі осы жекпе-жек бермегендіктен кейін де Арман Царукян медиа тұрғыдан толығырақ өзін ашылып көрсетіп жатыр. Барлығымен жаңағындай жұмыс жасап, әншісі бар, кино актері бар, тағы да танымал блогерлері бар. Соның барлығымен жұмыс жасап, өзін бір медиа тұрғыдан жан-жақты жаңа деңгейге шығып жатыр да. Сол UFC-де тағы да 1-2 ай сондай уақыт беріп,
мүмкіндік беріп жатқан сияқты бұл жерде Арман Сауркенға медиа тұрғыдан бір үлкен жаңа жұлдызға айналу үшін тағы да басқа көрермендерді тарттырып. UFC шынымен де сондай нәрсесі бар ма не? Білмеймін енді, себебі жайдан жай жекпе-жек беріп жатқан жоқ, бірақ енді Арман Сауркеннің өз іс-әрекеттерінен де жаңағы төбелес қалып жатыр күрестен кейін. Бірақ интервьюлерге қарасақ, Дана Уайтқа бұл ұнап тұрған жоқ. Иә, білмеймін енді, бұл жерде Дана Уайт та толығырақ өзінің шынайылығын көрсетіп жатқан жоқ деп ойлаймын, себебі жаңағы алдағы қазір уақытта талқылайтын боламыз. Ақ үйде болатын жекпе-жектер туралы ұсыныстар болды, сосын жауынгерлер тарапынан ұсыныстар болды дейді. Ал Дана Уайттың сөзіне келетін болсақ, ондай ештеңе болған жоқ, мүлдем басқаша деп айтылып жатыр да. Онда кейінірек нетейік. Бұл енді жеке менің өз ойым, сол Арман Сауркенға медиа тұрғыдан толығырақ өзін ашылып көрсетсін деп бір сондай ультиматум дей ма, қалай болады? Иә. Сол толығырақ бір деңгейге жеткеннен кейін жекпе-жек беріледі деп бір сондай болып жатыр деп ойлаймын мен, өз ойым. Алда уақытта мүмкін сол Оливейрамен реванш көріп қалатын шығармыз. Кім біледі енді. Кім бар тағы да? Екінші жекпе-жек. Кая Баралио, Дридер. Енді екі жауынгер де жеңілістен кейін шығып жатыр. Ал Кая Баралио Насруддин Имамовқа жеңілген болатын соңғы жекпе-жегінде 5 раунд толықтай. Дридер Брэндон Алленге. Имамов деген ол UFC-ден шығарып жүрген жоқ, шығарып жүрген жоқ. Ол қазір кіммен шатастырып отырмын? Біреумен шатастырып отырмын ғой. Ринат Фахриддиновпен шатастырып отырған шығарсың. Бәлкім, мейлі, онда жалғыз. Насруддин Имамов ол жаңағы Франция елінен шығатын ұлты құмық дей ма, қалай айтылады, кумык. Сол жауынгер қазір орта салмақты басты үміткерлердің бірі титулдық жекпе-жекке. Кая Баралионы жеңген болатын 5 раунд бұның алдында. Ал Дридер Брэндон Алленге жеңілген болатын, бір қателеспесем 3-ші ма 4-ші раундқа ма шықпай алған. Сол екеуінің арасында жекпе-жек болды. Енді төрешілер шешімімен Кая Баралио бұл жерде жеңіске жетті. Бұл жерде де бір қатты қызықты көріністер болды деп айта алмаймын. Бұл жерде де Кая Баралио тарапынан соққылар болды, күресте болды. Солай тактикалық тұрғыдан жақсы бір жоспармен шығып, сонымен жеңіске жетті. Сен бұны да қараған жоқсың, иә? Не қарап көрдің? Онда Диар Нұрғожаға көшейік бірден. Сен басташы, ал бағанадан көрдің сен, өз пікіріңмен бөлісіп. Өте қызықты болды, Диар Нұрғожа. Қанша 2 жеңіліс деген бірінші жеңісі болып отыр. Құтты болсын жеңісіңіз. Енді не айтайын? Осы жол жақсы дайындалып шықты. Күрестен де, сосын стойкадан да, өзі негізі Муайтай өкілі ғой, жалғаспасам егерде. Енді бірақ ошибкалар болды, қазір біз айтсақ тағы да ерте хейтқа кетеміз. Жоқ, өз ойыңның жауынгер ретінде айтып отырсың ғой. 10 секунд қалғанда ма, 3-ші раундта егер шатаспасам, или 2 ма, андай забиттің ауырту тәсілі, тура солай түсіп қалады. Сол кезде шошып кеттім кішкене. Атақ былай қалғаны бәрі тоже әдем. Сосын өзі айтты, осы алдағы бойларда уже нервный тикпен жұмыс істеп жатырмын деді. Бізде Найзада Тимур, Тимада бар, Сергул Тимур. Тоже көзім былай стай береді. Кейбіреуінде бар, шортиын бейт қайра береді. Дастипори секілді. Бізде Найзада да бар ғой. Кімнен көрдім мен? Көшен Ахановтан көрдім бе? Фаниль Рафиков те қателеспесем солай. Тоже сондайлары бар. Ол не істейді? Шортиын көтере береді. Шортиын бейт көтере береді. Дастипори бар, мысалы UFC-де. Көп жағдайда жасай бермейтін секілді, бірақ бір көрген сияқтымын. Қателесуім де мүмкін. Бірақ Дастин Пориеде әдет ол. Қайсы бір турнирде бізде бір қазақ жауынгері, осы Атырауда қателеспесем, бір қытайлық жауынгермен шықты ғой. Соңғы Найза 79-да ма? Қатты нокаутқа түсті. Найза 79-да. Нау ма? Жоқ, қатты нокаутқа түскен Айбек Бекболатов қой, Найза 80-дегі, Айырчелиге. Иә, сол, оның шашы ұзын ғой. Бұны бірлерден естігем. Соққы келе жатқан кезде, жоқ, соққы келмей тұрып, ол шашы битіп қалған, өйткені кекіл ұзын битіп қалған кезде, жағы бәрі ашық болып, айырчели, соны қолданып ұрып жіберді. Күтіп алып тұрды ол сәттерде. Ол да әдет, айтып отқанның бәрі сол әдет қой, шаш түзету, басқа істеу, бұл кей кезде қатты кедергі жасайды. Отылдырады. Енді. Қиын болады.
бірақ көздің нервный тегі вообще ғой бүйтіп істей бересің, бойға шығып жатасың, удар келе жатады, сен бүйтіп жүресің. Бір сұмдық қой негізі ше. көрмей қалуы Оны мүмкін сол сәтте. оны ертерек сол ғой, негізі сол емдеу керек. кекілі болсын. М. Кім Тимур содан бастады ғой негізі, оның кекілі ұзын болған екен. Сөйтіп шашын түзете берген, қайта бүйтіп ұстап, ол өзі айтқан. Кімге Нұрбек ағайға жаңағы сұхбат берген ғой, сол кезде айтқан. Кекілім ұзын болған, қайта түзете Сол берген, себепті. содан қалып кетті ау деп. Әдет деп. Иә, әдет болып кеткен. Қазір оның енді шашы қысқа ғой, Иә. бірақ десе де ана қолын бүйтіп қайта ана жаққа сұға береді. Соңғы жекпе-жегінде де байқалды ғой, жаңағы Майк Линхариске қарсы жекпе-жекте. Екінші, үшінші раундта. Кімде де Саралаповпен болған жекпе-жекте де. Енді онымен жұмыс істеу керек. Кім Иә. айтқандай, жаңағы Диар Нұрғожа айтқандай, жұмыс істейміз деп. Иә. Сенімді жеңіс алды ғой, Диар Нұрғожа, молодец. Құтты болсын аға. Екі жеңілістен кейін әсіресе енді жалғыз жаңағы мансабындағы екі ақ жеңілісі болды. Екеуі де UFC-де. Бір жағынан үлкен не болды ғой, оған енді жауапкершілік, қысым болды. Енді біздің нелер, жанкүйерлер аямайды ғой. Жерден алып жерге сала. Мансабыңды аяқта деп бастап. Иә, неше түрлі нәрсе жазады. Енді Диар оны оқымайтын шығар деген үміттеміз. Өйткені айтқанымыздай ол өте қатты қысым түсіреді. Бірақ десе де соған қарамастан жақсы шығып отыр ғой енді. Осы жол дайындығы да өте жақсы болды. Сосын Жалға Жұмағұлов ағамыз туралы келсек, Жако аға енді өзін дәлелдеді ғой, қайттан король екенін. Өйткені октагон қазір октагон лигасы бар ғой. Чехиялық па? Иә. Сол жақта чемпион уже ансил бір рет защита жасап тастады, шарасы. Өзінің қайттан мықты екенін көрсетті да, UFC-ге қайттан, если шақырса, Назамен қайттан оралады секілді. Өзі де айтты ғой соны. Дайынмын деп айтқан. Бұл жерде енді басты факторлардың бірі жасы ғой. Жасы үлкен болғандықтан алмауы мүмкін. 37-де ма, 38-де ма қателеспесем сондай. Үлкен. Бірақ пик уақыттары примерно сонда әр адамға пик примерно әртүрлі келеді. Иә, мысалы қазір Жақсы ағайда пик деп әр неде Жақсы ағайын таба береді ғой. Сөз жоқ, бәріміз мойындаймыз. Жако ағада да сондай ғой, 37 жасында, 37-38 жасында примерно пик болып отыр қазір. Мен мысалы көрмеппін, 37 жасында бір лиганы поезд ұстап жүру деген біраз әңгіме бар негізі. Көбісінің қолынан келмейтін нәрсе ғой. Және ең жеңіл салмақ болғандықтан кейін де оның жаңағы қарсыластары жас жауынгерлер болады. Салмақ түсіру де қиын болады ол кезде. Бірақ енді Диар Нұрғожа туралы жекпе-жегі туралы айтып кететін болсам, екінші раундта бір ауыр соққы өткізіп алған болатын, осы Рафаэль Тобиастың қарсыласынан. Тек қарсыласынан бір тәжірибе жетпей алған секілді бұл жерде. Жекпе-жекті аяқтап тастауға. Бірақ қарсыласы негізі 2-3 жекпе-жек одан көбірек өткізген мансабында. 14-те қарап жүрші қанша? 14-те 2 қазіргі кезде, иә? 11-де 2 ма, 14-де 2 ма? Жоқ, 11 деген кімде болды ғой? Диарда ма? Диарда болды. 11-де 2, но қазір 11-де 2 болса, о кезде 10-да 2 болды ғой. 14-те 1 рекордмен келді. Бәсе? 6 жекпе-жек жеңілмей келе жатты бұған дейін. Және Dana White Contender Series дейді, сол жерде де нокаутпен жеңді, қателеспесем ол осы Рафаэль Тобиас. Және бұл жекпе-жекте де Contender Series'тен шығып отыр ма не ол? Иә, Contender-де бір жекпе-жек өткізіп, осы UFC-дегі дебюттік жекпе-жек болып жатты. Дебюттік екен білем аха. Барлығы бұл жерде енді Рафаэль Тобиас барлық жағынан да фаворит болып тұрды. Диар Нұрғожайды бір трамплин есебінде беріліп жатыр деп ойлады бұл жерде. Рафаэль Тобиас үшін. Рафаэль Тобиас еш қиындықсыз жеңіп, ары қарай уже топтарға шығады деп. Бірақ Диар Нұрғожа өз шеберлігін көрсетіп, жаңағы дайындығымен жақсы жұмыс жасап, 3 раунд сенімді түрде жеңіске жетті. Енді қауіпті сәттер болды. Өзінің жекпе-жектен кейін баспасөз конференциясында айтқан болатын. Бұл жекпе-жекте мен тек өзімнің бір 10-15% дайындығымды көрсеттім деп. Иә. Бұған сүйенуге де болады, себебі ол Eagle FC-дегі жекпе-жектерін, өзінің Dana White Contender Series-тегі жекпе-жектеріне қарап тоқталатын болсақ, ол басқаша деңгейде өнер көрсеткен. Енді алдағы уақытта қателеспесек бір келісімшарт бойынша бір жекпе-жек қалған шығар Диар Нұрғожайда. Иә, 4 жекпе-жек беріледі ғой негіз басында. Кімді берсе де бір уақытынан бұрын жеңіске жетуге әрекет жасау керек деп ойлаймын. Себебі UFC-де қазір шоу көрсетпесең, сөйлемесең,
нокауттар болмаса ешкімді аяп жатқан жоқ. Кім жеті жеңісің болса да, бірақ төрешілер шешімімен болса шығарып жатыр. Ал екі жеңіс болып, бірақ бір жеңіс нокаутпен болса, онда политикасы өзгеріп жатыр ғой бұл жерде. бәсекелестік қатты отыр дейсің ғой. Иә, сол Өте себепті қатты отыр. кімді берсе де бір уақытынан бұрын жеңіске жетуге бір әрекет жасау керек болады бұл жерде. Қазір боец көп қой өйткені. Бірақ қолынан келеді деп ойлаймын кімнің. Ярдың айтып отырмын ғой, мына екі жекпе-жектен екі жеңілісінен кейін жақсы жұмыс жасап 8 ай ма 9 ай ма жекпе-жекке шыққан жоқ екен ғой, қателеспесем. Соған мына айтқанымыздай жаңа қысымға қарамай өз-өзімен жұмыс жасап жақсы еппен шығып жатыр. Иә. Бұл жерде бұл жеңіс қажет болды ғой, ауадай. Ауадай қажет болды. Диарға. Бір жағынан соның өзінде мотивация шығар. Иә, бір жекпе-жек өткізіп алып, өз-өзіне бір сенімділік келді да бұл жекпе-жектен кейін. Ары қарай уже бір еш өз бабына қиындықсыз, оралады еш дейсің ғой. қиындықсыз жаңа мотивациямен уже жекпе-жектерге шығатын болады бұл жерде. Солай болады ғой, Иә, солай. Жоқ, жауынгерлерде негізі. Енді сен өзіңде бір жеңілістен кейін жекпе-жекке шығып жеңіске Қайтадан жеңіске жеттім. Ол мен үшін мотивация болды. Тоже. Өйткені бір деген уже нолик жоғалта аласың ғой. Нолик жоғалады, сен уже екі есе пахать ету керексің ғой. Сен уже қайтадан ноликтен қайтадан победаға шығасың. Уже мысалы қазір 3 бой ма 4-ші ойға шығатын болсам, уже 2-1 ғой қазір рекордым. Уже 3-1 қылу үшін мен вообще қатты екі есе пахать етемін. Өйткені уже сенде рекорд көбейген сайын чердокқа әдемі деген қалай айтсам болады, чердогың өскен сайын сен соперниктерің де сонымен бірге өседі ғой. Неге жауынгерлер нолик жоғалтудан қорқатын? Жоқ, мен қорқпаймын ғой. Жоқ, жалпы неге қорқады? Жалпы негізі енді нолик деген әдемі ғой. Тек әдемілік үшін ғана ма не? Әдемі дегенде енді жеңіліс дәмін сезбегендер нолик ұстайды ғой. Бұл жерде былай секілді, жаңағы жеңілмеген деп бір өзінің статусы болады. Иә. Жеңілмеген. Соны жоғалтуға қорқады дейсің ғой. Иә, қарсыластарға жаңағы бір қорқыныш сезімі келетін секілді да. Қарсыласым 7 жекпе-жек өткізген, 7-еуінде де жеңіске жеткен, жеңілмеген, оны мен қалай жеңемін деп психологиялық тұрғыдан бір ойландыру мүмкін қарсыластарын. Миына кіреді. Және көрермендерге де бұл қызық болады. Жаңағы біз бұның алдындағы подкастта айтылып кетті, Камал Шыңғыс пен Ағаш Жұмабеков арасында жекпе-жек деп. Екеуі де жеңілмеген, сол себепті де бізге де қызық болып тұр да бұл жерде. Мен оны неге сұрап отырмын? Негізі енді әр жауынгердің өзіндік несі бар шығар енді. Мысалы кімді айтатын болсақ, Кана. Оның рекорды қандай? Мына жерде 9-9 болды. Соңғы жекпе-жек. 9-9. Қазір 9-10. Бірақ бәрібір кімге? Жоқ, соңғы жекпе-жек 9-8 болған, иә? Қазіргі рекорды 9-9. Ана жерде 8 деп жазып тұр екен. Көрінбейді дұрыс. 9-9 болды. Бірақ бәрібір қызық кімдерге. Бәрібір қарсыластары одан қорқады деген ойдамын. Сондықтан енді айтқым келіп тұрғаны ол нөліктің мәселесі емес негізі. Қаншалықты сен жеке өзің қаншалықты қарсыласыңды қорқыта алатыныңа байланысты. Жалпы қазір құралдар көп қорқытуға. Иә. Психологиялық тұрғыдан шабуыл жасауға. Сол ғой, ол рекордқа байланысты емес деп сол түсініп тұрсың ба? Жеткізгім келіп тұрғаны. Жоқ, бұрын негізі сол ноликке қарап UFC-лерге іріктеліп алатын болған. Кезінде сондай нәрсе болған. Кезінде сондай бір өзінің бір преимущество дейді ғой. Сондай болған. Артықшылықтары болған. Жаңағы сенің қанша жекпе-жек өткіздің, нешеуін уақытынан бұрын жеңдің, рекордың жаңағы жеңіліс болмаса, сен мына жерде басқа бір жауынгер, оның рекорды 7-1, бірақ сенікі 7-0, 5 уақытынан бұрын жеңген болса, саған жаңағы контракт беріп қалуы мүмкін да. Сол себепті қазір енді ММА жүйесі толығырақ өзгеріп жатқандықтан кейін жаңағы ең бастысы әдемі жекпе-жек көрсету, шоу көрсету, сол себепті де уже қазір рекорд қызық емес болып бара жатыр да. Қатты маңызды емес та. Сен медиалық тұрғың жақсы болу керек. UFC-де мүлдем жеңілмей 7 жекпе-жек, 5 жекпе-жек жеңіске жетіп, бірақ қуылып кетіп жатқан, жаңағы контракт созылмай қалып жатқан жауынгерлер, жаңағы Риман Фахридинов деп те айттық, контракт созған жоқ ары қарай. Сол секілді. Ал оның қасында жаңағы кешегі турнирде жекпе-жек өткізген Майкл Джонсон бар. Рекорды неше екенін білмеймін. Енді 2010 жылдан бері келе жатыр ол. Қазіргі рекорды 24-20 болып жатыр. Әлі сұранысқа ие оның жекпе-жектері. Ол жеңсе де әдемі жеңеді, жеңілсе де бір нокаутпен жеңіледі.
сол себепті әлі қызықты болып тұр да. Біздің Кано сияқты дейсің ғой. Кана сияқты 9-9, бірақ әлі күнге дейін жаңағы дебютант жангерлерде жекпе-жек өткізгісі келіп жатыр. Кешегі найза жекпе-жекте де жаңағы Осман Сафалзода дейтін тәжікстандық жауынгер 10 секундта ма жеңіске жетті. Кана ты следующий деп уже саған вызов тастап жатыр да бұл жерде. Жыламаған балаға Иә. сүт жоқ. Сүт жоқ, иә, сол себепті. Канамен қазір енді өз сол салмағындағы жауынгерлер көбі жекпе-жек өткізгісі келеді деп ойлаймын. Себебі Кананың ол әрдайым қызықты жекпе-жектер көрсетеді. Медикасы да жақсы. Медикасы да жақсы. Әлеуметтік желідегі парақшасы болмаса да қолдауы жақсы бұл жерде. қолдауы жақсы. Дұрыс айтасың. Сондықтан ол Өзінің қарсыласқа да қызықты. Қызықты жекпе-жектермен ол көрермендерді жинады да, иә. Сол себепті. Есімі әлемге әйгілі біздің Кана фестиваль дейсің ғой. Хорош. Тигренок қой, тигренок. Қасқыр мінезді. Сол себепті қазір бір ноликті жоғалтып аламын деп қорықпау керек деп ойлаймын. Бастысы Бағанадан бері сол иә, ойымды айтайын деп басты тұрғаным сол мақсат ол негізі. көрермендерге шоу көрсету. Одан бөлек жекпе-жекте де бір әдемі әдістер көрсетіп, жеңіске жетуге тырысу керек. Жай ғана тек жеңіске жетем деп ол қажет емес деп ойлаймын қазір. Молодец. Неге өчек енді? Андай моменттер де болады, бірақ біреу нокаут жасаймын дейді, бірақ өзі нокаутқа түсіп қатты настрой ұстауға да болмайды Енді бойға. бақ шабама, бап шабама дейді. Жоқ, қатты бірақ бұйырғаны настрой ғой. ұстауға да болмайды, сол бойға ше. Вообще болмайды. Бойға мен өзім 2 сағат, 1 сағат қанда уже настрой істер ұстаймын. Андай серьезный настрой. А былай чисто планмен жұмыста келеміз ғой, до конца. Гардеробқа келеміз, уже гардеробтың ішіне ғана бізге уже настрой, андай серьезный настрой болады, бір болды. Сен қазір осыны істеу керексің, мынаны былай істейсің дегендей. А так былай оның алдында біз тек соперникке жоспар құрып шығамыз. Былай Сосын налайты жүресіңдер. А? Налайты Иә, жүресіңдер иә. жалпы. басымызға артық нәрсені ойлағымыз келмейді, біз үшін жақсылай ойлайды ғой, короче. Тренировканда жақсылай өзі істеп береді бізге. Жоспар ма? Иә, восстановление, сосын салмақ қою, барлығын өзі ойластырып береді. Біз просто соны істеп беріп отыру керекпіз ғой. Шайнап беріп отыр, сендердікі жұту Біз ғана жұту қалды ғана ғой. ғой, өте жақсы. Кайф қой, иә? Иә, өте жақсы, сен жұмысын бәрі Ол істеп берсіз. басқа тренерлерде жоқ қой. Бізге мысалы темір көтеру, мысалы қалай айтады, тренировкасында сол кісі қойып береді. Мысалы спарринг 3 раунд по боксу істейміз, сосын 2 раунд по ММА істейміз дегендей ғой. Өзі істеп береді. Ой, короче, полный. Басынан аяғына дейін жоспарды сол лагерь сборда да өзі бізге, если менде бой болып, менде теңге болмай қалса, мен орнына төлеп бере салады, короче. Сосын қайтармай қой дей салады. Сондай ақ мейірбан жан ғой. Конечно, ағайынды жақсы көресің сосын. Бізде Иә. негізі бар ғой, Just Talk емес, Jax Talk деп қою керек негізі ше. Енді бұл жерде өзі медиа тұрғыдан толық жүргізіп жатқасын, көрерменді қызықтырып жатқасын. Айтпасқа да болмас сезін ғой. Сосын жігер осы жерде отырғандықтан тағы да айтпасқа болмас қой енді. Айтпасқа. Келесі. Келесі неге өтеміз бе? Өте керек қой сол. Жаңағы неге? Ақ Ақ үйдегі турнир. Енді бұл жерде де бір көрермендердің көңілінен шықпады деп ойлаймын бұл жекпе-жектер. Жеке өз басым бұндай жекпе-жектер күткен жоқпын. Қайда мен сен кішкене қазір міне. Ана топологияны жазып алдым басты өзімше. жекпе-жек мен білем, есімде негізі. Басты жекпе-жек Илья Топури мен Джастин Гейджи арасындағы жекпе-жек. Қайда кеткен еді? Қазір тоқта қалып баратырмын сендерден. Ұмыт қалмас үшін кішкене өйстіп дайындалып алам. Сендер сөйлесе беріңдер, маған қарамай. Иә, басты жекпе-жек Илья Топури мен Джастин Гейджи арасындағы UFC Freedom Fights 250 деп турнирдің атауы сондай. Жаңағы толығырақ білмеймін бұл жерде енді қалай айтсам болады. Америка құрама штаттарының 250 жылдығына ма бір сондай бірдеме. Соның орайына, иә. Енді бұл жерде Алекс Перейра мен Сирил Ган соглавное событие дейді ғой. Мен үшін енді бұл жерде Илья Топури мен Джастин Гейджи арасында жекпе-жек ондай қатты бір бәсекеге толы деп болады деп айта алмаймын. Джастин Гейджидің соңғы жекпе-жегіне келіп тоқталатын болса, ол Пиди Пимблетта көп қателіктер жіберіп, бір қатты бір сенімді түрде жеңіске жеткен жоқ деп айта аламын. Себебі
көп қателіктер болды, соққылар өткізіп алды, керек емес. Ал Илья Топурия ол қателіктерді кешірмейтін жауынгер, взрывной андай қалай айтса болады, взрывной, бірақ ударлары ауыр. Бұл жерде жинап келіп ұратын боец қой. Інісі де тура сондай, ағасы болады. Бекзат Алмаханмен де несін көрді ғой, жекпе-жегін көрді тоже. Артық іс-қимыл жоқ та олардың. Алдыға қарай прессинг беру, жиналып келіп соққы жасау ғой. Бұл жерде Илья Топурия да сол қысыммен өзінің бірінші номер болып жұмыс жасайды, толық жабық жүреді, жаңағыдай артық іс-қимылдар жоқ. Ал Джастин Гейдждің соңғы жекпе-жегіне келетін болсақ, ол артық іс-қимылдары көп болды, ашылып қалып жатты, және Педи Пимблеттан да 1-2 соққы өткізіп алды. Педи Пимблеттің орнында Илья Топурия болатын болса, ол қателігін кешірмес еді, нокаутқа жіберді. Бұл жерде енді барлығы Топурия мен Ислам Махачевтің жекпе-жегін күтті негізі келгенде. Бірақ бір кейбір ақпараттарға енді жүгінетін болсақ, жарақаты бар, сол себепті шыға алмай қалды деп. Білмеймін енді. Бұл жерде енді Гейджи американдық жауынгер болғандықтан басты жекпе-жек болып жатыр деп ойлаймын бұл жерде. Және ол уақытша чемпион, Илья Топурия праймның чемпион. Гейджидің прайм уақыты өтіп кетті. Бірақ енді Гейджиді де бір толық бүйтіп сызып тастауға да болмайды. Оның да соққысы ауыр. Лоу-кингтары. Ол да бір жақсы жоспармен шықса, тактикалық тұрғыдан бір басқа Джастин Гейджи болып келсе, Илья Топурияны жеңуге болады. Бірақ мен үшін бұл жекпе-жекте Илья Топурия фаворит 70-30%-ға деп мен айта аламын. Себебі жасы да бір кімнен Гейджиден қателеспесем бір 7-8 жас бар айырмашылығы да. Және Топурия ендігі пикке әлі бабында тұр да ол. Әлі де үйренетіні, шығатыны, көрсететіні көпті. Бірдеңе өзгеру мүмкін деп ойлайсыңдар ма? Басты жекпе-жекті ауыстырып тастайды деген. Білмеймін енді. Қазіргі таңда екі жауынгер тарапынан бір жарақат алып қалып, сол кезде өзгертілмесе, ал дәл қазіргі сәтте бірден міне бұл жекпе-жек болмайды, басты жекпе-жек осы болады деп өзгеріс болады деп ойламаймын. Егер басты жекпе-жектен Илья Топурия, Джастин Гейдж екеуін біреу жарақат алып қалып, тек сол заменге біреу шығатын болып, сол кезде өзгертілуі мүмкін. Ал оған дейін өзгертілмейді деп ойлаймын. Алекс Перейра мен енді Сирил Ганға тоқталатын болсақ, бұл жерде Алекс Перейра жаңа салмақ дәрежесіне көтеріліп жатыр. Оған дейін ол орта салмақта, жартылай ауыр салмақта өнер көрсетіп чемпион болған. Енді үшінші белбеу үшін көтеріліп жатыр бұл жерде. Ал жаңағы Сирил Ганға келетін болсақ, бітпейтін абонемент дейді ғой, бұл Сирил Ганда жаңағы чемпиондық белбеулерге қайтадан мүмкіндік беріліп жатыр. Медиа тұрғыдан енді бұл жекпе-жек ондай аса қатты қызық емес. Барлығы Джон Джонс шығады деп ойлаған болатын. Джон Джонс кімді де күтті ғой, Конорды күтті. Жалпы енді Алекс Перейраның қарсыласы ретінде Джон Джонсты күтті деймін. Осы жағын айтып отырсың ба? Енді Джон Джонсты да бұл жерде соны кішкене бір әз-мәз талқылап өтсек. Не болып кетті? Бірде оған ұсыныс жасады, түсінгенімше 30 миллион ұсынған екен. Жоқ, өтірік айтамын, өзі айтқан 30 миллион сұраған екен, оған UFC 15 миллион деп айтқан. Ол енді жаңағы лагерге бастайын деп жатқан кезде кім арқылы емес, менеджер арқылы емес, Дануайттың бір сұхбатынан ғана естіген, қателеспесем, дұрыс түсіндім ғой мен? Кешегі UFC 326-тан кейін сұхбат берген кезде кейбір сұрақтарға жауап берген болатын. Содан ғана естіді. Жаңағы жарақаты бар, ол енді шықпайды деп сол кезде айтылған шығар. Өкпелейтіндей бар сияқты ғой енді. Себебі бұған дейін бір апта бойы Джон Джонс мен ақ үйде өнер көрсетем, маған ұсыныстар болып жатыр, күтіңіздер, бір жақсы анонс болады деп өзі бір қуанышты жағдайында. Сол ғой, сол үшін айтып отырмын, кішкене андай өкпелейтіндей бар сияқты. Енді басты жұлдыздарының бірі Джон Джонс. Кезінен бері келе жатқан. Бірақ Джон Джонс тарапынан да бұл жерде ол Томас Пиналға қарсы жекпе-жекке шықпай, мансабымды аяқтадым деді. Енді ақ үйде турнир болатынға қайтадан мансабымды бастаймын, осы жекпе-жекке дайынмын деп, ол да бір жағынан дұрыс емес деп ойлаймын.
себебі бір пікірден екінші пікірге иә, секіріп иә, отырғаннан секіріп соң. толыққанды бір пікірде тұру Қалу. жоқ болып тұр да бұл жерде. Бірақ енді ақ үйде бір ерекше турнирі болады, бұл барлығына қызық болады деп сол себепті Джон Джонсқа бір мүмкіндік беру керек еді бұл жерде жекпе-жек көрсетуге. Стилистикалық тұрғыдан енді бұл жерде Джон Джонс фаворит болатын еді бәрібір. Мгм. Менің ойымша Джон Джонс үшін бұл жекпе-жек бір аса қатты қиын болмайды. Сирил Ганды қалай бірінші раундта тейкдаун жасап жеңіп тастады, Алекс Перейраны да солай жеңіп тастайтын еді. Бірақ медиа тұрғыдан бұл қызық. Себебі Алекс Перейра үшінші белбеу үшін де бұл тарихи жағдайлардың бірі. Үшінші белбеу үшін де жаңа салмаққа көтеріліп жатыр. Ал Джон Джонс енді бұрыннан келе жатқан ең жас чемпиондардың бірі. Енді ең мықты жауынгерлердің бірі ғой. Негізі Дана Уайттың да негізі сүйікті жауынгерлердің бірі еді негізі. Не болған сонда, мен түк түсінбей жатырмын. Енді арасында сол Біз гонорар білмейтін жағынан, бірдеңе бар сияқты гонорар ғой жағынан бір келіспеушіліктер болып тұрған шығар. Теңге құртады ғой негізі қазір барлығында. Данаға да сол теңге қызық болған ғой примерно. Бірақ Джон Джонс мықты кәдімгідей соған ақ үйде картта соған бой берсе өте қызықты болатын еді. Енді ол неден Конор контракттан шақырса, бас тартайын деп отыр ма, не істейін деп отыр? Контракт дегенде негізі ол мансабын аяқтадым деп мәлімдеген болатын. Енді ары қарай контракттан босатыңдар деп ол бір орынсыз секілді. Иә, сол не үшін сол айтты деп ойлайсың? Басқа бір промоушндардан ұсыныс болып қалатын шығар деп мүмкін солай айтып отқан шығар. Мен енді ғана кірісіп отырмын да осы UFC-дің нелеріне. Найза туралы сұраса, былай айтып берер едім. UFC-ден шынымды айтайын, енді аса хабарым жоқ. Контрактыден бас тартамын дегенде мен ойлағанмын ғой, келісім шартқа отырған ау деп. Сосын жаңағы сөздерді естігеннен кейін эмоцияға кішкене беріліп, маған сыйластық танытпады деген бір ренішпен жаңағы келісімшарттан бас тартып отыр деп ойлағанмын. Сол үшін ғой сұрап жатқаным, неге олай айтты, не болып жатқан екен деп ше. Мүмкін жаңа басқа сол промоушндар бар, соларды қызықтыру мақсатында айтылып жатқан шығар. Жақсы бір ұсыныстар болып қалады деп. Меніңше реніш те болуы мүмкін. Бірінші кезекте қайғы, иә. Реніш. Өкпе қайғысын білмейміз енді, бірақ реніші бар сияқты енді жаңағы. Оның үстіне жаңағы неге бұрынғы Twitter қазіргі X қой, иә. Сол жерге жазды ғой ана жазбасын. Кішкене өкпесін айтып, кейін несін өшіп тастаған болатын, енді эмоцияға берілгендігін көрсетіп отыр ғой бұл жерде. Бірақ, иә, басында жоқпыз, қасында жоқпыз. 100% ақпараттың бір 20-сын ғана білетін сияқтымыз деп ойлаймын енді. Енді Дана Уайт та бекерден бекер өйтіп айтпаған шығар енді. Мүмкін менеджерлермен бір келіспеушілік болып қалған шығар. Ол да болған шығар. Данаға звондасаңызшы, сөйлесейік. Номер бар ма еді? Бірақ енді былай Алекс Перейра мен Сирил Ганның жекпе-жегіне тоқталатын болса, енді ол стилистикалық тұрғыдан қызықты жекпе-жек болады. Медиа тұрғыдан күтпеген жекпе-жек, бірақ стилистикалық тұрғыдан Алекс Перейраға бұл жақсы мүмкіндік. Сирил Ган ол да базалық кикбоксер, тік тұрып өсетін жауынгер. Ол енді бір қызықты жекпе-жек болады, 5 раундқа созылмайды деп ойлаймын. Бастапқы бірінші, екінші раундта нокаут болуы мүмкін. Түсінгенімше, көбіне тік тұрып төбелесуі мүмкін олар, иә? Иә, екеуі де. Енді Алекс Перейра күреспейді, Сирил Ган да күреспейді. Мүмкін енді бір Сирил Ган Алекс Перейра тарапынан бір қауіпті жағдайларды күтіп, бір геймпланда, жоспарында бір өзгерістер енгізіп күреспесе, бұлай негізі тік тұрып өсетін жауынгерлердің бірі. Бір жақсы жекпе-жек болады негізі. Неде болса дейсің ғой. Иә. Ал қалған жекпе-жектерге келетін болса, енді олар қатты бір қызықты жекпе-жек жоқ бұл жерде. Жалпы 6-7 ғана жекпе-жек болады. Иә, 6 жекпе-жек қателеспесем. 6 жекпе-жек. Енді Шон О'Мейли дейді, Аймен Захаби дейді. Осы Шон О'Мейлидің қарсыласы басқа біреу болу керек еді? Негізі ол Петр Янға қарсы жекпе-жекке дайынмын деді, бірақ Шон О'Мейлиге Кори Сенхаген дейтін жауынгер бар, сол бұған дейін ұсыныстар тастап жекпе-жек өткізейік деп айтылған болатын. Негізі осы ақ үйде Шон О'Мейлидің қарсыласы Кори Сенхаген болғанда қызығырақ болатын еді.
себебі ол да осы туралы жазды ғой деймін, кішкене оқығанмын. негізі осы туралы бір кішігірім ақпараттар болған. Бәсе, демек Иә. осыны оқыған екенмін ғой. Бірақ Шона Мөлеге жаңағы Сандхаген қауіптілеу, кімге қарағанда? Ветеранға ма? Кім еді аты? Захавиге Захабиге Захаби былай енді стилистикалық тұрғыдан ондай қатты қызықты жауынгер емес. Оның барлық жекпе-жектері бір төрешілер шешіміне дейін барып өткізетін жекпе-жек. Ал андай бір ауыр соққысы бар немесе партерде бір қауіпті деп айта алмайсың ол жауынгерді. Шона Мөледің жеңгені керек деп естігем, сол рас па? Бұл жерде Сол енді үшін кімді қойып жатыр жаңағы Захабиді? Енді бұл ақ үйдегі турнирге емес, бір басқа турнирге қою керек деп ойлаймын ол жекпе-жекті. Захаби медиа тұрғыдан Шона Мөлеге мүлдем сәйкес келмейді. Бәсе, мен оны бірінші рет естіп отырмын. Оның бір көрермендер де аз қарайтын. Аудиториясы. Енді канадалық жауынгер, әйгілі Джордж Сен-Пьердің жаттықтырушысының інісі болып келе ма сондай бұл Ойбай. Захаби дейтін. Енді жасы 38 жастағы жауынгер бұл да. Ойбай, үлкен ғой. Жасы үлкен. Жакомен жас. Возрастной ғой. Соңғы енді жекпе-жектерінде Марлон Веран жеңді, Жозальдон жеңді, Педро Муньес барлығында төрешілер шешімімен жеңген болатын. Сол себепті бұл жерде Захаби тарапынан бір уақытынан бұрын жеңіске жетеді деп айту қиын. Шона Мөле сол үшін кімге Шона Мөлеге осы Захабиді қойып отыр деп. Өйткені ұтамайтынын біліп тұр деп. Мүмкін ол да деп мүмкін. солай жазғанын оқығанмын да. Иә. Қайсы бір ММА пабликтерінен ба? Бірақ енді көрермендерге де жеке өзіме де бұл жекпе-жек қатты қызық емес. Захаби тек қана төрешілер шешіміне дейін созып, солай жекпе-жек көрсететін жауынгер да. Сол себепті негізі Захаби орнында Кори Сенхаген болғанда қызығырақ болатын еді. Енді біз білмейміз ғой қандай себептер болған. Мүмкін біреуінде жарақат бар шығар, мүмкін біреумен келісімшартпен келіспеген шығар, ол да мүмкін. Қалған енді жекпе-жектер ол. Келісімшартқа. Маурисио Руфи мен Майкл Чендлердің жекпе-жегі. Руфи енді соңғы жекпе-жегінде Рафаэль Физиевті жеңген болатын, бразилиялық жауынгер. Жаңа стилистикалық тұрғыдан да Конорға ұқсайды деп айтылады бұның жекпе-жек өткізуі. Чендлер енді ол да Конор деп шақырып жүрді. Конор деп шақырып жүрді. Маурисио Руфи де негізі Конорға вызов тастап шақырып жүрген болатын. Осы Чендлермен болу керек пе? Кімнің Конордың несі? Негізі бұдан бір жыл бұрын жазда сол Чендлермен болу керек болған. Себебі екеуі жаңағы Ultimate Fighter дейміз ғой. Иә. Сол жерде конфликт болған арасында. Жоқ, екеуі негізі жаттықтырушы болды ғой екі команданың. Ал жоспар бойынша сол турнир аяқталғаннан кейін екі жаттықтырушы да бір-бірінің арасында жекпе-жек өткізу керек. Негізі жаз айында жаңағы шілде айында екеуінің жекпе-жегі мүмкін болады деп айтылған болатын. Бірақ Конор тарапынан жаңағындай өздерінің уақытылы бір тексерістері бар ғой, жаңағы допингке. Солардың уақытына үлгермегендіктен бұл жекпе-жек болмай қалды. Бірақ енді Конорға да Чендлер соңғы одан кейін бір жекпе-жек өткізіп жеңіліп қалған болатын, қателеспесем. Мен қарап айтып жіберейін, есімде жоқ себебі. Бұйырмады ғой осы ақыры екеуінің жекпе-жегі. Қаншама жылдан бері айтылып жүр. Педи Пимблтқа жеңілген болатын. 2025 жылы 3-ші раундта техникалық нокаутпен. Былтыр ғой енді. Ал екеуінің жекпе-жегі бұған дейін болу керек болған. 2024-тің шілдесінде ма, сондай қателеспесем. Айтып отырмын ғой, қаншама уақыттан бері келе жатыр. 2 жыл ғой да, иә? 2 жыл оқып болды. 2 жыл 3 ай болды. Математигімізден сол. 27 ай өткен ғой, 27 ай бұрын болу керек. Математиканың күшті ғой? Жоқ, Спаррикте топас. Біріншіден өзің дұрыс па, ешқашан өзіңе топас деп айтпа. Саған хейтерлер аз ба ана жақта? Болды. Саған топас деп жазыңдаршы. Айтпа өзіңді. Оққам, өтірік айтам. Мені апай деп айтпа. 17-ші мектеп интернатында оққам. Реклама ма өз мектебіңе, жарнама? Жақсы академиясын рекламалау болды. Перейра, подкаст бойынша жаңағы жігердің өз өмір баянын жарнамалап жүретін болды. Сол ғой. Конор былай тұрсын, жігерді тыңдап алайық деп па? Бүгін өз мектебін жарнамалап жатыр. Сосын табылдың ба? Руфи менен Чендлер айтты 27 ай бұрын ұтылған. Шақырған Конор, да? Жобамен сондай негізі.
Енді Руфи бұл жерде фаворит деп ойлаймын. Себебі жасы да жастау Чендлерге қарағанда, жаңа амбициясы да кішкене жоғары деп ойлаймын. Титулды жекпе-жектерге шығуым керек деп жүрген. Ал Чендлер соңғы жекпе-жектерінде тек қана бір өз атағын пайдаланып, жай ғана жекпе-жектер көрсетіп жүр деп ойлаймын. Жаңағы басқа жауынгерлерге трамплин болып тұр ғой. Пэдди Пимблетке шықты, жеңіліп қалды. Оливейрамен төбелесті, ол жерде де жай ғана өзінің тек гонорарын алу үшін шығып жүрген жауынгерлердің бірі деп ойлаймын қазір. Медикасы қатты тарих мықты ма жасауға сонда? емес, короче, андай за денег деген не ғой, короче. Пенсияға шығардың алдында қаражат жинап алу ғой Чендлерге. Нешеде жасы құрсын? 38 ба, 39-дан. Үлкен екен. Жақын Даже 40-та құрдасы болса да. ғой, ақ құрдас. 39-да. Бір жас үлкен екен. Жекпе-жекке дейін 40-та болады уже. Себебі осы туған күні 24 сәуірде екен. 40 жаста Ресейде ма бір жерде көріп едім. Үлкен аталар төбелескен. Одан Ресейде бір үлкен аталар төбелескен. Иә? 51 деме жастағылар ғой. Иә. Даже үлкен кісілер ғой. Қандай ата мақсатпен дегенде шығарады ондай ақша нелерді, табу үшін жекпе-жектерді? ақша қысады, кредит. Жоқ, енді Үйді жауынгерлерді бала түсінемін. Промоушнге не үшін қызықты бұндай нелер, Кайф қой. жекпе-жектер? Негізі қазіргі Ол таңда ондай тарихта болмаған ғой. Мысалы, UFC'де де мысалы 80 жастағы атамен бір 78 жастағы атаны жасап қойса, вот нормально ғой. Бәрі көруге келеді, қызықты болады. негізі қазіргі таңда енді кәсіпқой жаңағы жауынгерлердің жекпе-жегінен шаршаған адамдар сондай бір мән мағынасы жоқ жекпе-жектерді көргісі келіп іздеп отырады. Жаңағы ММА-да бір қазіргі таңда бір танымал болып бара жатыр ғой. Керек емес жекпе-жектерді қарап. Иә. Өкінішке орай жаңағы көрермендер тарапында сондай жекпе-жектер сұранысқа ие болып тұрды. Иә, кеңінен таралып отыр. Ол жекпе-жекті талқылау мақсатында емес, жаңағы жауынгерлерді талқылау мақсатында қарайды да. Мынау соққысы ұра алмайды, шынымен де кәсіпқой жауынгер ма, маған әкеліңдер, мен жеңем деп сөйтіп комментарий жазу үшін оларға сондай жекпе-жектер керек та. Ол бір жағынан жақсы да. Несімен жақсы? Каналды өсіреді ғой. Медиа жағынша. Ары қарай енді қалған жекпе-жектер қатты қызық емес. Американдық жауынгерлер, Вон Никол мен Кайл Даукос, орта салмақта жекпе-жек, сосын Диего Лопес пен Стив Гарсия. Бұл жерде енді әрбір жауынгер бір жауынгердің медиа тұрғыдан танымалдығы бар, ал қарсыласына келетін болсақ, олардың танымалдығы жоқ. Бірақ жеңіс сериясы жақсы да, олар жаңа 7 жеңіспен келе жатқан, 5 жеңіспен келе жатқан, солай қойылып тұр бұл жерде. Неге дәл осы жауынгерлерді қойып отыр дейсің? Қалай ойлайсың? Негізі бұл жағын түсінбедім. Көрермендер дәл қазіргі сәтте бізге бұл жекпе-жектер медиа тұрғыдан қызық емес болып тұр. Сол үшін неге Бірақ қойып іс отыр мәніне дегенім ғой? келгенде бұл жауынгерлер әдемі жекпе-жек көрсетуі мүмкін. Мен де айттым ғой, Алекс Перейра мен Сирил Ган дедім. Екеуі тік тұрып төбелесетін жауынгер стойкіде бірінші, екінші раундта жекпе-жекті аяқтауы мүмкін деп. Сол тарапынан қызық. Ожидание реальность деп бұл керісінше болуы мүмкін. Барлығы ой, бұл жекпе-жектер қызық емес, бұны ешкім Ожиданиясы танымайды. төмен болып, реальность керісінше таңғалдыруы мүмкін дейсің ғой. Көрермендер бұл жауынгердің медийкасы жоқ, мен танымаймын, ол қайдан шықты деп мүмкін. Бірақ жекпе-жек келгенде әдемі жекпе-жектер көрсетуі мүмкін. Бай Шрёдингер Қай ауылдың баласы деп ізденуі мүмкін да. Бұл Техас ауылының байетісі де. Сен кімді қояр едің? Кіммен кімді Бір көргің раунд қалдырып екінші жауынгерді ауыстыратын болсақ па бұл жерде енді. Мейлі, немесе жұппен алып тастап басқа жұпты қойсаң. Енді Илья Тапуре мен Джастин Гейджи деп айтылып жатыр. Енді Гейджи Махачевтің жарақаты болмағанда Махачевті қоюға болатын еді. Енді ол екі бастан, о бастан айтылып жатқан нәрселер, бірақ осылардан басқа жаңа есімдер емес, енді қызықты, шынымен де көрерменге медиа тұрғыдан қызықты қайсы жауынгерлер болады деп ойлайсың? Шоны Мөли мен Кори Сенхаген арасында жекпе-жек қызықты болар еді. Енді Петр Янда ода да жарақат деді, әлі күнге дейін шыға қоймайтын шығар. Ал бұған дейін және Карлс Пратс пен Конор Макгрегор деп айтылып жатқан болатын. Жартылай орта салмақта. Жоқ, 77 килограммға. Бірақ медиа тұрғыдан қызықты болар еді ол жекпе-жек. Бірақ стилистикалық тұрғыдан ондай
қатты қызықты емес. Себебі Карлос Пратс уақытынан бұрын жеңіп тастауы мүмкін. Себебі қазір бабында жүрген, әрдайым а дайындықта. Конор болса керісінше. Бірақ Конор дайындалса ұтып алады ол. Бір виски ішіп шығады, короче. Құдай сақтасын. Бірақ одан шығады ондай. Нейт секілді. Чимаев пен Шон Стрикландтың жекпе-жегі ақылдасып жатыр. Негізі сол жекпе-жекті осы жерге Чимаев пен Шон Стрикланд себебі американдық жанкүйерлерге қызықты. Сөйлеп біледі, жекпе-жегін қызықтыра алады. Сол себепті жаңағы чемпиондық белбеу үшін екеуінің арасында жекпе-жекті болса, ақ үйге қосқанда қызықты болар еді. Және басты жекпе-жек сол Чимаев пен Шон Стрикландты қойып, ал Комоинға басқа жаңағы Тапурия мен басқа біреулерді қоюға болатын еді. Бұдан бөлек тағы кімді айтуға болады? Сен кімді айтар едің? Мен Джакс ағай. Мен білмеймін, бәрібір. Джакс менеджерің болмаса, міне саған өз бауырыңды алып ал. Бүкіл жерге тығады ғой сен. Шәкірт дейсің. Жоқ, менеджер. Жоқ, мен шәкіртімін ғой. Біліп отырмын ғой шәкірт екенін. Бауыры дедіңіз. Енді бауыры деп үнісінде ағаңды де айта бересің. Джакс ағай менен 10 жасқа үлкен бауырым. Не ба? Інің болса да бауырың деп айтады ғой. Без айтса маған негізі Конорды көрсетіп. Мен адвокатым Жасұлан. Мен ақиқатпен сөйлеймін тек, статистикамен. Дұрыс, сенің рөлің сондай ғой енді. Фактпен бандай. Сонымен кімді қоясың? Конорды. Джаксты білдік, Джакс пен кімді, Персті қоямыз, жақсы. Даны Уайтпен келесеміз сосын. Одан басқа UFC жангерлер. Сен тарапыңнан. Білмеймін негізі, бәрібір ма? Жігермен кім? Жавахир ма? Жоқ, ол қыз емес па, ол медиасы қатты төмен. Қош, 330 мың. Менікі мың. Самооценкаң болмаса міне жігерден үйрену керек, ол самооценкаң қалай Жавахирге сен қызық болмай қалуы мүмкінсің медиаторға. Жалпы дейіз, бұлай қызық емес, ала ұрып алсам сосын комментарий жазады, қандай мешокпен шықтың мынауы, оны ұрғанша одан да кәсіпқой бояды. Кішкене негізі салмақтарың келе ма? Білмеймін. Былай. Негізі Жавахир бұған дейін 61 килограммда да өнер көрсетті. 57-ге еш. Жоқ, 57-ге ол өнер көрсетпейді. 61-де, 66-да және кешегі соңғы жекпе-жегінде 70-тегі өнер көрсетті. 3 салмақта да жүр. Қанша дедің? Қаншаға түсе алмайды дедің? 57-ге түсіре алмайды. Ойбай, қанша бойы 1.85 па сондай бойы. Иә, бәсе, ойбай түсе алмайды шынымен де. Жоқ, саған сол жағынан қызықты болар еді негізі көрермендерге. Сен сөйлейсің, ол да сөйлеп қалған. Екеуің төбелеспей ақ қойыңдар, бірақ андай бір шулатсаңдаршы найзаны. Баспасөз конференциясына отырғызып қойды. Чё, ты не, чё, деп тұрып. Оны ойластыра жатырмыз. Тоже маған да қызық негізі, если алдағы уақытта мен жаз айында или келесі осы жаңа жыл болады ғой, қыста. Сол кезде шыққым келеді, андай қызықты қылып ше. Жаңа жылға дейін ол чемпион болып сен. Чемпион болса болсын, поясын тартыламыз аты. Жекпе-жектің чемпионы ма? Иә. Сен айтқандай өткенде. Мен айттым оны. Сен айттым өттім. Сіз екі адаспаңыз. Мен жақында туған күнім болды, 1 жылға. Жаңа жасыңызбен құттықтаймын. Рахмет. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Рахмет. Комментарияға құттықтап жаз кетіңдер. Нені Ақорда деп айтайын деп отырмын. Ақ үйдің картынан менің жасыма қалай келіп қалдық түсінбей қалдым. Мен білмеймін, бәрібір. Кім төбелесе, ол төбелесе. Конор төбелесе кайф болады. Кішкентайдан фанатымда просто өйтіп. 10 жасыңнан бастап па? Қылататын еді. Печень ұрып. Конор енді қай жерде жекпе-жек өткізсе де ол барлығына қызық. Қызық қандай. Соңғы рет қашан төбелесті ол? Дастин Пориеге жекпе-жек өткізіп жеңіліп қалған болатын. Аяғын сындырып алды ма или оның алдында сындырып еді ме? 22 ма, 23 ма, сонда емес па? Біраз болды ғой шықпағанына. 3-4 жыл болды уже. Андау. 20 да. Қазір аяғын сындырып болды. 21-22 жылдары өнер көрсетті ол соңғы жекпе-жекте. Жоқ, мықты ғой енді Конор. Оның медикасы мықты. Конор неге? UFC-ді қайтадан әкелген Конор ғой негізі. Қызықты қылған. Мысалы, мен UFC-ді қалай көріп бассам, Конор мен Хабиб 2021-де шілде айында өткізген. Бәсе. Аяғын сындырып алды, сол бірінші раундтан кейін. Бәсе. Конор мен сол Хабибтің бойынан таныдым да. 5 жыл, бірақ бәрібір де танымал. Бәрібір де жанкүйерлерге қызық. Негізі ММА-ды жаңа деңгейге шығарған, ММА жүйесін жаңа деңгейге өзгерткен осы Конор Макгрегор ғой. Негізі алатын болсақ. Трэш-токқа келді. Трэш-ток негізі бұған дейін болды, бірақ трэш-токтың маңыздылығын
көрсеткен дейсің көрсете білген осы Конор Макгрегор. Анау не деші еді, Және- қыздар шуба киіп шығып Иә. бүйтіп ақшалар шашуы ұнайды. Және бұдан Қандай? бөлек психологиялық тұрғыдан шабуылды осы Конор Макгрегор бастады десек болады. Иә. Джоз Альдоға қалай психологиялық тұрғыдан шабуыл жасап 13 секундта жеңіске жетті. Себебі сол кездерде Иә. ғой, иә. Джоз Альдо стилистикалық тұрғыдан сол жекпе-жекке дейін ондай олай өнер көрсетпейтін болған ғой. Себебі Джоз Альдо тарапынан ондай ешқашанда қысым көрмеген. Андай ол жекпе-жек басталды, Конор екеуінің арасында бірден қысым жасап, Конордың жаңағы соққысына түсіп қалды да сол жерде. Тап болды. Иә, психологиялық тұрғыдан жаңағы геймпланын жоғалтып жіберді ғой, былай айтқанда Джоз Альдоның. Иә, Джоз Альдо өзі де айтқан болатын, біреуге орғазбай өзің түсесің деп, ол өз орны өзі түс қалды да, короче. Конор молодец. Не айтайын, жүрекке қарсы бар ғой, түңіліп тұрған жерден өмірің автоматически бір күшті болып қалатын сияқты ма? енді өмір ғой бұл. Қалай айтсам болады? Бүгін Цитата, өмір деген жоқпыз дегендей ғой. Ойнап күліп жүру керек қой, ешкімге ренжімейші. Ренжісең ол өмірдің соңына дейін ренжіп өтесің, любой адамға ше. Күліп, всегда жас болып жүру керек та. Осында жатта болу керек та, ана қиып есіл жоқ қайтадан очередной приступ болады ғой, чатқа жазатын. Мен кетем, иә, мен шаршадым. Оны ойда. Хейтке төзе алмаймын деген. Орыстарда андай жақсы сөз бар ғой, жизнь налаживается, растем как бамбук деген. Сондай ғой керек. Біз бүйтіп айтпаймыз. Кинода ғой, шағаспасам, мен ана қандай кино еді? Сенен бірінші естіп отырмын. Инстаграмға нарезкілер кетті ғой, жеке тарапынан, медиа тұрғыдан. Сол ғой. Топ біреміз. Қазір іздейді. Ары қарай нені талқылаймыз. Негізі бүгін енді 10 наурыз күні, ертеңгі 11 наурыз күні Бразилияда Арман Сарукян мен Мұхаммад Мукаевты арасында грэпплингтен күрес болды. Бригада деген кино екен ғой. Сидады. Көрген. Мұхаммед Мукаев келеді Алматыға, иә? Алматыға дегенде ол ертеңгісін айтып отырық біз, Бразилияда өтетін жаңағы Арман Сарукян грэпплинг. Оны да айта кетейік. Медиасына әсер етеді. Біз медиа өсірумен айналысамыз, жігіттер, звондап қойыңдар. Кеше Мұхаммедпен сөйлескенбіз. Инста желісінде видео звонок берді. Айтады, енді жігер сен салғандарың атып жатыр қазір Инстаграмда, сен мен медиама қатысты жүргізбеш деген. Давай дедім, Жасикке сосын түн жарына звондадым. Осылай Макаев звондап жатыр, че там дедім. Ну давай газ деді. Қазір сонымен айналысамыз. Ертең енді 11 наурыз күні Бразилия елінде күреседі. Арман мен сол күресін күтіп отырық енді қазір. Сіз не айтасыз? Сен тыңдап алайын дедік біз. Мен болдым айтып, сіз айтсаңызшы. Ал, Жасик жалғастыра берсең. Сосын ереже бойынша жаңа only submission тек қана ауырту әдісімен жеңіске жете алады. Төрешілер шешіміне бір белгіленген бір уақыт болады екеуінің арасында. Егер сол уақыт ішінде екеуі де ауырту әдісін жасамаса, тең нәтиже белгіленетін болады. Иә, сонда жаңағы турнирдің ережесі сондай ма? Иә, екеуінің арасындағы күрес сондай. Оған дейінгі басқа бір жекпе-жектер бар. Біреу ММА бойынша, біреу кулачка бойынша өтеді. Түсіндім. Бұлай енді сол бірінші рет естіп отырмын, ол негізі жалпы сондай практика бар ма? Бар негізі. Егер ереже бойынша only submission болса. Ненің ережесі сонда? Сол грэпплингтікі тек қана ауырту әдісімен жеңіске жету керек. Егер белгіленген уақыттың ішінде екеуі де ауырту әдісін жасай алмаса, тең нәтиже белгіленеді. Ол жерде де 2-3 раунд, иә? Қалай болады? Жоқ, 2-3 раунд емес, ол жерде бір 10 минут берілетін шығар. Жалпы? Жалпы 10 минут өзі бірақ тур, былайынша айтқанда 10 минут дейік, сол 10 минуттың ішінде қайсы біреу ауырту әдісімен жеңіске жетсе, сол жеңімпаз, жетпесе тең нәтиже. Негізі көп жағдайда тең нәтиже белгіленіп жатады. Алдында Сергей Морозов күрескен жүр емес пе? Жоқ, ол Айгада. Болды. Жасик, кешірім сұраймын. Жоқ, бұған дейінгі жаңағы екінші шығарылымда қателеспесек, жаңағы Анатолий Сулянов пен Асланбек Бадаев екеуінің арасында грэпплинг турнир өткен болатын. Сол жерде біз айттық, жаңағы 9 тең нәтиже белгіленді деп. Сол жерде барлығында да осылай only submission ережесі болған ғой. Ешкім жасай алмағандықтан тең нәтиже белгіленген. Енді Арман мен Мукаевтың арасында бұл жерде енді фаворит Арман Сарукян.
себебі көп жағдайда жаңағы бұлар бір салмақта жоқ, шығатын бір салмақ емес, негізі Макаев 57 келі салмақтың жауынгері кәсібиде, ал Арман Сарыкян 70 келі салмақтың жауынгері. Сол ғой, қалай нетіп жатыр? Жоқ, бірақ Макаевтың духы бар ғой, дух. Қысқа мерзімде шығып жатыр ғой бұл жерде Макаев. Кеше ғана қабылдады. Бірақ салмақ нелері әртүрлі ғой. Шыға бере ме? Ереже бойынша 80 килограммға дейін деп шығатын шығар екеуде. Себебі Макаевтың салмағы шамамен бір 74-75 килограмм шығар. 80-ге дейін болса, сен 60 болсаң да 70 болсаң да шыға бересің. Өйткені ол 80-ге дейін. 80-ге дейін, абсолютный ғой, короче. Арман Сарыкянға келетін болса, ол соңғы кеше күрестеріне тоқталып кететін болсақ, 77-78 килограммдарда өнер көрсетті. Макаев бұлай дәл қазіргі сәтте бір 73-74 килограмм шығар. Таза салмағы ма? Таза салмағы. Ал Арман Сарыкян тарапынан бір 2-3 килограмм түсіру керек болатын шығар. Сол екеу 80-ге дейін или 77 килограммға дейін деп келісетін шығар бұл жерде. Или абсолют деп шығатын. Бірақ бәріне де қызық қой. Мысалы маған да қызық болып тұр. Бұл жерде Макаевта кішкене шулататын адам ба? Навык дейміз ғой, екі жауынгердің де навыктары бірдей болған жағдайда басқа факторлар шешуші рөлін атқару мүмкін. Бұл жерде енді шешуші басқа факторлар ол салмақ. Арман Сарыкянның салмағы ауырлау болғандықтан өзінің рөлін ойнайды бұл жерде. Себебі күрес жағынан екеуінің де қабілеттер бірдей деп ойлаймын бұл жерде. Деңгейі жоғары. Екеуінікі де жоғары, бір деңгейде деп айта аламын себебі. Бірақ енді салмақ дәрежесі екі түрлі болғандықтан. Сарыкянның таза салмағы қанша екен? 82-83 ба сонда. Таза салмағы. Таза салмағы сол жобада. Ол қатты салмағы ауыр емес ол. Күнде тамақ жеді ғой. Қанша дедің? 72-73 шығар деп ойлаймын енді өз жеке ойым. Шамамен 10 кило арасы. Бірақ енді бұл күреске Сарыкян кішкене салмағын түсіріп шығатын шығар. 77-78-ге дейін. Бірақ бәрібір не барысында физика күрес барысында 10 килограмм айырмашылық кем дегенде болады ғой бұл жерде. 5-10 килограмм арасында. Бірақ енді Макаевтың да физикалық тұрғыдан күші жақсы бір жеткілікті екенін білеміз. Бірақ бәрібір бұл жерде фаворит мен үшін Арман Сарыкян. Макаевтыңша грэпплингтан кішкене тәжірибесі жетпеуі мүмкін. Бірақ вольный барбадан келсек жетеді, короче. Екеуі де негізі еркін күрестен шыққан, еркін күрестің түлегі деп айтуға. Бірақ енді Макаев дагестандық бар. Бірақ енді ол жастық шағын кәсіпқой жауынгер ретінде өсуін ол жаңағы Англия елінде өтті ғой бәрібір. Себепті ладно, жарайды. Бұл жерде енді медиа тұрғыдан қызықты күрес болады. Бірақ стилистикалық тұрғыдан Арман Сарыкян мен үшін 65-35%-ға фаворит болып есептеледі. Сен бұны қай жерден қарайсың? Сол UFC пастан ба? Күресті ма? Иә. Күрес менің ойымша YouTube арнасында болатын шығар. Себебі бұлар Hype Fighting Brazil деп па, солай өтейін деп отыр. Несін, сілтемесін жібересіз? Көріп қарайық. Енді жол талқылайтындай қылып. Одан бөлек тағы да бір басқа бір UFC жауынгер күресетін сол турнирде ме? Сол турнир, бірақ ұмытып қалып отырмын кім екен. Біреу күреседі бірақ. Джейн Сильва. Соңғы жекпе-жек кімге өткізген ұмытып қалдым. Александр Волконовский салмағында. Тоже бұрын боевой ботаник деп бір командамен жүретін еді, очки киіп алып. Джейн Сильва дейтін, сол қателеспесем сол өнер көрсетеді. Бір қарсылас кім екенін ұмытып қалып отырмын. Күресетін бе? Грэппер? Негізі ол түктіріпті өлсет ол да. Тақырбас жауынгер да. Сол да өнер көрсетеді. Түрін көрсем, танитын. Сол негізі сол турнирден қызықты. Басқа қалғандар бразилиялық жауынгерлер ол жерде. Не айтпадық? Келесі тақырыпқа. Асу рейтингіне несіне оралды, орнына оралды қателеспесем. Рейтинг жаңартылды. Бұған дейін бір апта бұрын Асу жаңағы рейтингте төмендеген болатын. Жаңа жауынгер Лон Кавана деп Асу Алмабаевтың орнына заменаға шықты ғой. Сол жауынгер 6-шы орынға ма жайғасты, ал Асудың 7-де тұрды, 9-ға түсіп кетті ма, сондай болды. Бүгін енді рейтинг жаңартылып 7-ші ма 8-ші орынға көтеріліп жатыр. 7 ма 8-ге ма көтеріліп жатыр. Брэндон Морено керісінше төмендеп жатыр.
бұл енді жекпе-жек өткізбей ақ та рейтингте көтерілгені жақсы. Ары қарай жаңа басқа жауынгерлерге жолдама жасап жекпе-жек өткізейік дегеннің өзінде де бір өзінің бір қосымша артықшылықтары болады. Иә, дұрыс айтасың. Қазір толық травмасынан жазылды ма? Жоқ, әлі жазылған жоқ. Жазылған. Себебі Жоқ, мен уақыт бірақ кетті ғой. бірақ не Соңғы жасап жатыр? Жаттығу жасап жатыр. Жаттығу не Ол гипспен де жасай беріп жүр ғой. үзбей жасап жатыр. Сондай болу керек ер азамат. енді жекпе-жек дайындық үзінділерін көргенде сол жарақат алған қолымен ешқандай соққы жасамай жүр. Соны байқадым. Соққы жасамаса да, бірақ андай өзінің тренировкасын тоқтатпай айтады ғой, аз-аздан бірақ үздіксіз солай істеп жатыр ғой. Гипспен де нетіп жүрді Иә, ғой. гипс. Қолын бүйтіп ұстап, екінші қолын көтеріп. Бір қол ауырса, екінші қолмен істеп жатыр. бірақ соққы жасамай жүр да, лап ұрғанда да, груш ұрғанда да ол қолмен ұрмай жүр. Оң қолмен қателеспесем. Көбінесе темір көтеріп, кішкене физика жинап, кроссфит әдістерін қолданып, Молодец. тренировка жасап Несін тоқтатпай жатқанына. Иә, мықты жігіт қой. Формасында ұстап. Енді топта тұрғасын, әрдайым формада болу керек. Алда уақытта жарақаты толығырақ жазылып өзін формада дайын болып, бабына келіп дейсің ғой, толыққанды. қысқа мерзімде бір жекпе-жектер болып, бұған шығасың ба деп ұсынып жатса, дайын болуға жақсы да бұл жерде. Себебі Асау Алмабаевтың да салмақ дәрежесінде жас жауынгерлер көбейіп жатыр. Рейтингте бір аз уақыт ішінде көп өзгерістер болып жатыр. Басқа да үміткерлер пайда болып жатыр. Жаңағы Киоджи Харигучи бар, Мануэль Капы бар. Енді сол Асау Алмабаев салмағында осы 11 сәуір күні Джошуа Ван мен Тацура Тайра жекпе-жек өткізетін болады. Қарау керек міндетті түрде. Бұған дейін де енді бір басты үміткерлердің бірі Мануэль Капы бар, бірінші орында тұр рейтингте. Киоджи Харигучи де жақсы келе жатыр. Соңғы жекпе-жегінде Амир Альбазиді жеңді. Кешегі Бренда Мореноны жеңген жағы Лон Кавана дейтін жас жауынгер англиялық. Ол да мықты. Алда уақытта енді Асау Алмабаев бір жаз айында оралатын шығар деп ойлаймын. Жаңағы июньде, шілдеде. Қазір наурыз, бір 4 айдан кейін ғой? 4 ай. 3-4 айдан кейін оралып жатса. Себебі жаз айында турнирлер көп болады. Мүмкін сол топтағы қазір енді бос Амир Альбази бар, сонымен жекпе-жек өткізу мүмкін. Немесе Брэндон Ройвал, жаңағы Лон Каванамен де кешегі Брэндон Мореноға қарсы өткізген жауынгер бар ғой, жас жауынгер. Сонымен де өткізіп қалуы да мүмкін. Негізі қызықты жекпе-жектер болады. Тағы келесі тақырып қандай? Негізі біраз нәрсені талқылап тастадық. Бәрін айтып тастаған сияқтымыз. Негізі қысқада нұсқа сөйлегенімізде дұрыс сияқты. Маңызды ақпараттар айтылды. Маңызды нәрселерді айтып тастап. Сіздерден кешірім сұраймыз, осы жол ұзақ болмайды деп қойсақ, Сен біріншіден Макаев келеді. Алматы. Негізі Жалғас Жұмағұлов IBA Наматта 11 сәуір күні өнер көрсетіп қалуы мүмкін. Кейбір ақпараттарға жүгінсек. Бірақ ол не турнир? Кулачка. Наматтікі. IBA Намат. Және ол Жалғас Жұмағұлов деп айттым ба не? Жоқ, Жалғас Жұмағұлов өз Инстаграм парақшасына салған болатын. Мен ойладым, не Азат Мақсұм шығады, не Арман Ашимов. Негізі Азат Мақсұм не болып жатыр қазір? Азат Мақсұм қазір соңғы рет Мангу деген неде күресті ғой ол жерде. Күресті ғой Рамазан Темировпен, алдағы уақытта да мүмкін бірақ. Кім жеңді сол кезде? Тең нәтиже берді. Ол жерде де жаңа онли сабмишн болды, қателеспесем. Сондай. Сол себепті тең нәтиже болды ғой деймін. Ары қарай Азат Мақсұм өнер көрсететін болса, Манго Өзбекстандық лигада өнер көрсететін шығар, менің ойымша. Себебі жақсы жауынгерлер бар. Кешегі ана Тафта Алибиге қарсы ең бірінші жекпе-жегін өткізді ғой, Өзбекстандық жауынгер. Фарух па? Фуркатбек Якубов. Сол лигада жүр қазір. Басқа да бір мықты тәжікстандық жауынгерлер бар. Өте көп. Азат Мақсұм мүмкін сол лигада өнер көрсетіп қалатын шығар. Жай темадан ауытпайық. Негізі Жако мен Макаев айтады ғой. Негізі қалай ойлайсыз? Мұхаммед Мокаев Твиттерге ма бірдемеге жазба жасаған болатын. Сол Алматы қаласында сәуір айында боламын. Бұрынғы UFC жауынгерімен. Бұрынғы UFC жауынгерімен аты жөнін жазбаған. Содан кейін 1-2 күннен кейін осы пабликтерде шықты ғой. Жалғас Жұмағұлов өз Инстаграм парақшасына салған болатын. IBA Намат деп нақты жазып, орысша айтқанда время пошуметь деп па? Сондай бірден жазған болатын.
бірақ тоже бір пабликтардан көргенмін, тоже Жако аға салмай тұрып, анау Азат Мақсум не болмаса ағамнан ашым шығуы мүмкін дегенде сыбыстар болды ғой, короче. Макаевқа жоқ, қарсы. егер енді Макаевтың жаңағы жазбасына қарап соған Сүйенсек. бойынша қарсыласын белгілейтін болсақ, Иә, менің иә. ойымша Жалғас Жұмағұлов болып қалуы мүмкін. Или Азат Кулачкіден, бірақ екеуі үшін де бұл жаңа жаңағы спорт қой. Мгм. Бұған дейін енді бокста Жаңа өнер деңгей. көрсетті. Кім Мокаев карате комбатта жаңағы Иә. каратэде Болат Саманбековке Иә, қарсы иә, өнер иә. көрсеткен болатын. Бұл жерде менің ойымша Мокаев өнер көрсете ма, көрсетпей ма 100% бұл жағына сенім жоқ. Мүмкін қонақ ретінде келіп қалуы мүмкін. Қонақ ретінде келетін шығар мүмкін. Ал Жалғас Жұмағұлов енді өз дайындығын айтқан болатын, мен дайынмын, Айбен Амат өнер көрсетейік деп. Көрейік Көреміз енді. ғой. Көрейік. Не айтамыз енді? Қоштасақ енді. Біраз Не нәрсе дейміз сөзге кейдейміз, білмей істеген күнәларымыз болса кешіріңіздер деп қойсаң. Не, сіздермен Бүгін ударив отыр ғой мына мен бала. айта берейін ба? Кешіріп Мен келіп мен Сол бірінші ғой. бастаймын ғой, иә, баста сен. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен болған мен Қызыр Жігер. Рахмет көп. Иә, Just Talk осы подкастын қолдаңыздар, лайк басыңыздар, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Егер жаңа рубрика, жаңа тағы да басқа Рубрика. ақпараттар қажет болса жазыңыздар, қолдаңыздар. Сіздермен бірге болған Жасұлан, Next Fight. Рахмет, Жасик. Рубрика демекші, мен негізі бір Айдарды қосайын дегем. Енді Сабина келсін, ол кезде бір аталы сөзде айта салам. Ол бірден талқыланатын, сол кезде талқыланатын нәрселерді жарайды, мейлі сол кезде айта салайын. Бір кевасын. Инсайт бар дейсіз. Иә, осы жерде айтпайсыз, сол кезде айтсаңызшы, асықпай келгенде ше. Болды. Рахмет. Сіздермен болған мына жігіттер Герман және мен Алена. Сау болыңыздар.